Сәлеметсіз бе? Мен Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Салахиденова Гүлжазира Аманжолқызы. Санатым педагог, сарапшы. Кітап оқу менің сүйікті ісім. Бала күнімнен бойыма сіңген осы қасиет әлі күнге дейін жалғасып келеді. Өзім әдеби кітапты сүйіп оқып жүріп, алдымдағы шәкірттерімді де әдеби шығармаларды түсіне оқи отырып, негізгі ойын таба білуге және тәрбие алуға үйретуді мақсат еттім. Кітап оқуда әрқашан насихаттаймын. Әбіш Кекілбаевтың Бәйге тірі повесін оқи отырып, өз ой толғауымды сіздермен бөліскелі тұрмын. Заманымыздың кемеңгер жазушысы, қара сөздің құдіретін сезіндірген Әбіш Кекілбаевтың Бәйге торы повесін оқи отырып, табиғат пен жануардың, адам мен жануардың өзара байланысын терең тебіреніспен, бір деммен толғана оқып сезіне аласың. Бойыңды ерекше сезім билеп, өз өмірінің әр парағына еріксіз үңілгеніңді сезбей қаласың. Бәйге торы повесінің ішіндегі мына бір жолдар адамды терең ойларға жетелейді. Бәйге жолы Сират көпірден өткен сыңар аяқ сын жолы екен. Онда қатар келер, қоса жүрер бас артып соқпақ атымен жоқ боп шықты. Бәйгені қызықтап, қыз-қызға құмартатын жұрттың тек топ жарғандарға ғана жаны қалмай, бұлайғыны қанша асыл болсаң да көзге ілмейтінін де сол жолы біржолата біліп кетті. Бұрын ду көргенде тықыршып тұра алмайтын, ағын судай асып тасатын көңілі енді жиын көрсе жан шыдатпай шамыр қанатын мәңгілік шор жара түйіп кетті. Повест арқылы жазушы ақ пен қараның, аштық пен тоқтықтың, шер мен шеменнің, дақ пен дақпырттың, барлық пен байлықтың, ескі мен жаңаның, жастықтың желігі мен қарттықтың кемелін, заманның өзгерісін, бәрінің де уақытша екенін адамға айтқысы келгендей болады. Құлын шағынан бір көзді кәрі жылқыға дейінгі қым-қуыт өмір адамды еріксіз елтеді. Кейде адам өз өмірінің кейбір сәттерін еріксіз салыстырады. Бәйге торының толғанысын оқи отырып, оқырманның да өз ішіне үңіліп толғанары сөзсіз. Шаңды жұтып, көзі жұмылып, бәйгенің соңында келе жатқан ат еш қиындыққа қарамай алға ұмтылған жасты елестетсе, алға баса озып, самал желмен бірге таза ауаны келе жұтқан бәйге аты еркіндікті, жеңістің дәмін татушына елестетеді. Бәйгеден оза шауып келгенде қолпаштаған көпшілікпен көптеңбіл аттан кейін келгеннен кейінгі бәйге қызықтаушыларының реакциясы атақ пен даңққа лепірген адамдарды, оларды қолпаштаушы тобырды, одан соң атақ пен даңқтан бір сәтте айырылған соң жанында жан қалмаған жалғыздықты көз алдыңа келтіріп еріксіз ойлантады.